Сәлем достар, бүгін біз сорпа дайындаймыз. Өте қарапайым тамақ болғанмен дайындау тәсілі ерекше. Сорпасы өте мөлдір болып шығатын, қонаққа ұсынуға болатын сорпа дайындаймыз. Сонымен бізге қажетті нәрселер ет, сүйегі бар ет, сәбіз, картошка, пияз, 2 бас, 1-2 болгар бұрышы, бірнеше тіс, 5-6 тіс сарымсақ, тұз, кориандр және паприка, құрғақ дәмдеуіштер. Осы нәрселерден қаласаңыз ас көк қосып, біз өте дәмді сорпа дайындаймыз. Сонымен бастаймыз. Етімізді суға салып, қайнатудан бастаймыз. Етті осылай салып болғаннан кейін біз бірден тұзды салып жібереміз. Пиязымызды саламыз, үлкен пиязды. Және тәтті бұрыштарымызды салып жібереміз. Қақпағын жауып қайнатамыз. Және қайнағанша күтеміз. Сорпамыз қайнады. Көбігін аламыз. Көбігін тарқап кетпей тұрып алсақ, көбігінен тазалап алып аламыз. Мүмкіндігінше тазалап аламыз. Егер көбігі қайнап кетпей тұрып, аса қайнап кетпей тұрып осылай тазалап алсаңыздар, онда сорпаны сүзудің қажеті болмайды. Ұзақ уақытқа қалдырып кетіп, сорпаның көбігі тарқап кететіндей болса, ішіндегі еттеріміз ірі, оларды алып тұрып, сорпаны сүзіп алғанымыз жөн. Дәл осы жолмен сорпа пісіруді ақ сорпа деп те айтылатын тәсілі бар, бірақ оны қойдың етінен дайындайды. Енді біз бұған қайнады, дәмдеуіштерімізді саламыз. Жарты қасық кориандр, мұнда түсі үшін паприканы саламыз. Және күтеміз. Араластырамыз. Қақпағын жауып, отты орташа отқа қойып, жарты сағат осы отта қайнатамыз. Қазанымыз қайнап жатыр, сорпамыз. Қақпағын ашып, бұған дейін бірнеше рет көбігін тазалап алдық. Паприкадан кейін паприканы сүзіп аламыз, түс шыққаннан кейін. Енді кезекте біздің сүзіп алатын нәрсеміз тәтті бұрышты. Сүзіп аламыз. Бұл өзінің соғын бөлді, сөлін, дәмі шықты. Пиязда дәл солай. Қасықпен басып, сорпасын шығарып, сүзіп аламыз. Тәтті бұрышты бұған дейін 2-ін қосқан болатынбыз. Барлығын сүзіп алғаннан кейін енді біз еттерді шығарып турауға дайындаймыз. Дейінгі ұсақ еттерді сүзекпен шығаратын сияқтымыз. Сорпаны сүзіп алдық, жақсылап етті барлығын. Енді біз бұл сорпаға сәбізімізді салып, отын күшейтіп, қайнатамыз. Оның үстіне бізде суы сорпасы аз, және қайнап тұрған су қосып, 5-7 минут көлемінде сәбізімізді қайнатамыз. Ол аралықта етті ұсақтап турап аламыз. Сәбізі 5 минут қайнады, енді картошканы салатын кезек келді. Етті ұсақтап турап алдық, етті де бірге салып жібереміз. Және картошканы суға салып, крахмалы шығып тұру үшін алдын ала
турап суға салып қойдық. Және оны суынан алып қосамыз. Жақсылап бір араластырып, картошкасы піскенше қайнатамыз. Картошкамыз пісетіндей уақыт болды, 5-7 минут қайнаттық. Және сарымсақты салып жібереміз. Пешімізді өшіріп, ыдысымызға құйып аламыз. Сорпамызды құйып алдық, бетіне тірі пияз себеміз. Қаласаңыз аз көк турап саласыз. Сорпамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.